Менің атым Диас. Былтыр Алматыға оқуға түстім. Жатақханадан орын тимеген соң пәтер іздей бастадым. Бір күні OLX-тан өте арзан бағаға пәтер көрдім. Бөкейханов көшесінде, 3 бөлмелі, орталықта. Бағасы нарықтан 3 есе төмен. Бірден хабарластым. Телефонды көтерген әйелдің дауысы құлақта тосын, салқын естілді. Ертең келіңіз, бірақ бір шартым бар, деді ол. Кешкі сағат 6-дан кейін келіңіз. Күндіз мен жұмыстамын. Ертеңіне кешкі 7-де бардым. Үй ескі, бірақ іші таза. Риэлтор әйел орта жастағы, қара шашты. Көзінде бір түрлі ауырлық бар адам. Маған пәтерді көрсетіп болған соң, кетер алдында тоқтады да, маған бұрылып. Тағы бір нәрсе. Терезеге түнгі 12-ден кейін қарамаңыз. Бұл шарттың бір бөлігі. Мен күлдім. Неге? деп сұрадым. Ол жауап бермеді. Тек есікті жауып кетіп қалды. Алғашқы апта бәрі жақсы болды. Шынымен де, түнгі 12-ден кейін терезеге қарамау қиын емес еді. Себебі мен әдетте ерте ұйықтаймын. Бірақ бір түні ұйықтай алмадым. Сағат 2 болған. Төсекте аунап жатып, кенеттен риэлтордың сөзі есіме түсті. Неге қарауға болмайды? Не бар сонда? деген ой мазалады. Өзімді өзім қазақпын ғой, қорықпаймын деп сендіріп, тұрдым да терезеге қарай беттедім. Пердені ақырын аштым. Көше бос. Тек фонарлардың сарғыш жарығы. Ештеңе жоқ. Міне көрдің бе? Ештеңе жоқ, дедім өзіме. Бірақ дәл сол кезде көзім бір нәрсеге түсті. Қарама-қарсы үйдің қабырғасында. Менің тереземнен түскен жарық адам бейнесін көрсетіп тұрды. Бірақ ол менің бейнем емес еді. Себебі мен терезенің алдында жалғыз тұрдым. Ал көлеңкеде 2 адам бейнесі көрінді. Артыма жалт бұрылдым. Бөлме бос. Ешкім жоқ. Қайтадан терезеге қарадым. Көлеңке әлі сонда. Енді анық көрінді. Менің артында біреу тұр. Ұзын бойлы, қара киімді адам. Сол түні ұйықтамадым. Таң атқанша отырдым. Ертеңіне көрші пәтердегі әжейге бардым. Шай ішіп отырып, абайлап қана сұрадым. Бұл үйде бұрын кім тұрған? Әжей маған ұзақ қарады да, дауысын бәсеңдетіп. Балам, бұл ғимаратта небәрі 2 қабат бар. Сенің пәтерім 3-ші қабатта дейсің бе? Бұл үйде 3-ші қабат ешқашан болмаған. Мен сол күні көштім. Бірақ әлі күнге дейін түсінбеймін. Мен 1 ай бойы қай жерде тұрдым? Және сол түні менің артында тұрған кім еді?